Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің Python курсының бірінші сабағы. Бүгін біз өтетін тақырыпты олар string, print деген функция, input және string concatenation. Python'da bizde text деген tip tanıdık var. Tanıdıkların bir tipi. Ол былай жазылады. Двойной немесе одинарный кавычка ашамыз және оның үстіне бір текст жазамыз. Мысалы hello world. Ол бізде былай жазылады. Python осыны стака демек string осынша деп санайды. Оны біз қалай қолданамыз? Мысалы print деген функция Python'да бар. Ол не істейді? Ол бізге экранға бір нәрсені шығарады. Біз оған stringті демек строканы берсек, ол бізде оны шығарады. Көрейік. Hello world деген строка оған бердім. Енді мені маған hello world деп шығарды. Жақсы. Тағы бір мысал. Біз мына hello world 2 және hello world 3 деп жаза аламыз. Саяхат жазып, мен бізге шығады. Бірақ бізде мысалы пользователь бір данныйды бір строканы өзі енгізу керек. Оны біз қалай істей аламыз? Бізде ол үшін input деген функция бар. Input бізге жазған нәрсені қайтарады. То есть біз оны variableға, демек переменаға сала аламыз. Біздің переменіміз мысалы name болсын. Input. Оны запускать етеміз программамызды. Яқта бір нәрсе жазу керекпіз. Программа бізді күтіп тұр. Бір нәрсе жазын. Мына программа өз жұмысында бітірді. Мысалы, юзерге қалай конкретно айтуға болады, не енгізу керексің. Ол кезде біз input'тың ішіне, input'қа біз строка береміз. Сол строканың ішінде текст жазамыз. Мысалы, enter your name. Осыша введите свое имя. Сохранить етіп, run жасаймыз. Бізге экранда enter your name деп шықты. Біз оған тағы бір нәрсе жасаймыз. Біздің атымызды жазамыз. Программа бітірді. Енді бізде мысалы мынадай программа stick. Ол не істейді? Ол бізде атын алып, бізге hello плюс біздің атымызды қояды. Оны қалай істей аламыз? Мысалы, былай істеуге болады. Name тең input, оның ішінде enter your name және print name и print бірінші hello тұрсын және келесі name тұрсын. Запускать етеміз. Өзінің атымызды енгереміз. Hello Марлен. Бірақ ол бізге отдельный строкамен шығады. Ал біз оны бір строкаға шығарайын десек, қалай бола алады? Мысалы, біз былай істей аламыз. Плюс name десек болады. Ол бізде конкатенация деп атайды. То есть, бір строканы стрингті екінші строкаға, стрингқа қосу. Яғни запускать етейік программамызды.
enter your name, Madlen. Hello Madlen. Bak bizning yoqda probel yo'q. O'sha momentda biz bizning kodimizga qarab tushunga bo'ladi qaysi deb biz deb toplaymiz. Sebebi biz yoqda Madlen yozdik, bizda probel bo'lmagan. Chende hello тоже probel bo'lmagan. Demak, bizning atimizni nazoratga qo'yib, bizda ne chiqadi? Bizda bunday staka deb chiqadi. Onu probel bilan yozish uchun biz bunday istay olamiz. Nega probel qo'shib немесе tag'ib bir stakani qo'shib, и onun içinde просто пустой probel turadi. Men bunday istayman. Запускать etayim. Madlen. Hello Madlen dedi. Osman bizning savg'amizni oyoqladi. Uy jumusi bunday program istiyor. O bizning tek atimiz, bizning familiyamizni da so'raydi. Nemisi akimizning atasi so'raydi. Ya'ni bizga qilay chiqadi. Hello bizning name, bizning atimiz endi bizga your surname, bizga bizning familiyamiz chiqadi. Shunday uy jumusi.